Алланың миссиясы аяқталды. Бұл журналист Жанат Бақыттың әлеуметтік желідегі жазбасындағы атышулы мәтін. Міне, азаматтардың діни сенімін қорлаған журналистке діни жазбалар үшін айыппұл салынды. Белгілі журналист Жанат Бақыт діни жазбалар үшін жазаланды деп хабарлайды Массаджид. Кез тілшісі Атырау облысының дін істері басқармасының баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Ведомство мәліметінше, дін істері басқармасына қала тұрғыны атынан арыз келіп түскен. Арызда әлеуметтік желіде танымал журналист желідегі парақшалары арқылы ислам дініне тіл тигізіп, барша мұсылмандардың, соның ішінде жеке діни сезіміне қорлық жасалғанын көрсеткен. Осы ретте басқарма тарапынан Instagram әлеуметтік желісіндегі Зәна Бәкет және Жән Сәхәни парақшалары дін істері комитетіне дінтану сараптамасын жасауға жолдаған болатын. Сараптама қорытындысы негізінде бұл парақшаларда шынымен ислам сенімін ұстанатын азаматтардың діни сенімін қорлауға және өз кезегінде қоғамда түрлі діни талас-тартыстарға себеп болатын ақпараттар жарияланғаны анықталды. Қазіргі таңда Алматы облысы Талғар ауданының сотының шешімімен парақшалардың иесі кінәлі деп танылып айыппұл салынғанын хабарлаймыз дейді Атырау облысының дін істері басқармасының бас маманы Ерлан Ерғалиев Массагет тілшісіне берген жауабында. Осылайша журналистке 50 айлық есептік көрсеткіш 172.500 теңге көлемінде айыппұл салынған. Алдағы уақытта бұл парақшаларды бұғаттау үшін ақпаратты мәдениет және ақпарат министрлігіне жібереміз дейді Ерлан Ерғалиев. Атырау облысы дін істері басқармасы Қазақстан Республикасы діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңының 3 бабы 5 тармағына сәйкес жеке тұлғалардың дінге көзқарасы себептері бойынша азаматтық құқықтарының бұзылуына немесе олардың діни сезімдерін қорлауға, қандай да бір дінді ұстанушылар қастерлейтін заттарды, құрылыстар мен орындарды бүлдіруге жол берілмейтінін ескертті. Еске салайық, биыл наурыз айында журналист Жанат Бақыт әлеуметтік желідегі парақшасында жаңа дәуір басталды. Алланың миссиясы аяқталды деген болатын. Журналистің бұл сөзі халық арасында түсінбеушілік тудырған еді. Жанат Бақыттың бұл шулы жазбасы елді біраз дүрліктірген болатын.